өткен жылы 214 миллиард теңгеге 35 жоба іске асырылып, 1,5 мың жұмыс орны құрылды. Алдымызда 2028 жылға дейін 3,6 триллион теңгені құрайтын 82 жобаны іске асыру міндеті тұр. Оның ішінде 16 жоба шетелдік инвесторлардың қаржысын, яғни 2,5 триллион теңгені тартып атқарылатын болады. Осыған орай Жамбыл Инвест дирекциясы құрылды. Отандық және шетелдік инвесторларға бір терезе қағидаты бойынша көмек көрсетіле бастады. жылдың қорытындысы бойынша облыстың экономикалық өсімі 104,3%-ді құрады. Бұл өнеркәсіп, құрылыс, тұрғын үй, сауда, көлік, байланыс салаларындағы өсім есебінен қамтамасыз етілді. Негізгі капиталға тартылған инвестиция 6,1%-ға, ауыл шаруашылығының өнімі 3,8%-ға төмендеді. Жұмыссыздық деңгейі 4,8%-ды құрады. Инфляция деңгейі жыл басынан 107%-ды құрап, орташа республикалық көрсеткіштен 1,6%-ық тармаққа төмен болып қалыптасты. 2024 жылдың қорытындысымен төмен көрсеткіштерге ие болған Тараз қаласы мен аудан әкімдері, басқарма басшылары аталған бағыттағы жұмысты жандандырсын. Қолданыстағы бюджет заңнамаларына сәйкес бюджет қаражаттарын жыл ішіндегі жоспарлы игеру үшін жан-жақты шаралар қабылдап, мәселен күнделікті бақылауды ұстансын.